Так, бұйырса мына жақ шөптен биылға да мына жерлер тұра берсін, ешкімге кедергі емес. Енді мына жолды да бүгін тағы да шөп жоңышқа келеді, тағы 20 түк, тағы біраз шөп келеді. Бекер тапталып қалады да. Осы жерлерді орып тастайын. Так, бір қатар орып тастадық, теп-тегіс жап-жазық қып. Енді қайта шықса көреміз, шықпаса бекер тракторымыз жейді ары бері жүрсе деп. Мына қызықты қара. Шөптің төресі жоңышқа ма деп жүрсем, бұлар үйренбегендік ма, жоңышқаны да жемепті ғой. Ойбай, шөптің патшасы. Жоңышқа деп жүрсем, жемепті мына жындылар. Жоңышқаның қадірін білетін біреу ғана бар екен да. Осы ғана жепті ғой. Қалғаны жемепті. Да, мыналарда жем шөпке тойған секілді ғой. Шөпті біреуінен басқасы жемей тұр. Болды енді, тойынғанына шүкір. Енді суарып қойық, суын құйып қоямыз. Құдықтың суы бітіп қиын болды, ардақтан тасымыз. Тасып жерге толтырып қойын. Біраз бар екен, десе де алдында құйып. Мынадан қанша шығады екен, шыққанша толтырайын да, шықпағанын арақтан әкелем. Бір-екі шелек шығады шығар. Так, бұдан шыққан судың осындай ақ болды. Насос күйіп кетпесін. Жұлып тастайық та. Асын жоғып қоямыз. Мына шелеккен 3-4 елек тасыйын да қайтадан толтырып қоям. Себебі бір кез айтқам, мынаң шетіне кеп балапандар су ішем деп қонады екен де, терең болса, саяз болса, ішіне түсіп кетіп өліп қалады екен тұншығып. Соның үшін осыны тастайын қойып қоям. Так, үсті шөп, асты 20 жоңышқа бар. Бисмилля. Так, шөбі бар, жоңышқасы бар, біраз нәрсені аударып кеттік енді. 120 түк дейді, санағамыз жоқ. Бүгін мал жайғаймыз, үлгірсек жиямыз, үлгірмесек ертеңге көреміз. Әбден кешке келді, бір күн күттіміз. Таңертеңнен бір үйден шықпа деп. «120, 140 болып тұр ғой, общий, жоқ? 170 болып тұр. Так, 20 түк жоңышқа, 100 түк экспрессеп келді. Бүгін шөп беріп көреміз. Ішінде экспрессеп деген бар дейді. Көреміз бұйырса. Шай шөп. Не дегенмен биылғы жаңа свежий шөп. Меніңше жақсы жейді. Күші де жақсы болады деп ойлаймын. Астын тазалаймыз. Сосын барып ананы жиямыз. Сандықтай қылып отырып қолдан келгенше жиямыз деп қоямын. Мен жалғызбын ғой бұйырса. Сіздер бар, жалғыз емеспін. Жалғыздық тек Құдайға жарасады.